Құрметті оқушылар, бүгін енді ертең осы аптаның ертең сәрсенбі күні сіздермен тәжірибе жұмыстамамыз. Сондықтан бүгінгі сабағымыз қайталау сабағы болады. Қайталауда 3-ші тоқсан бойынша өтілген оқу мақсаттарына кішкене шолу жасаймыз. Сосын кейін шығармашылық тапсырманы орындайтын боламыз. Ал енді сіздер бүгін біздің көрсететініміз 21-ші ғасырдың жастары, оқушылары 21-ші ғасырға лайық қандай дағдылар қалыптастырып жатырмыз, соны көрсетуіміз керек. Енді бүгін қазір тағы бір бүгінгі сабақтың ерекшелігі мынадай болады. Дегеніңіздер тыңдап отырамыз. Ерекшелігі үй тапсырмасын қазір сыныпта істейтін жұмыстармен кіріктіріп сұралады. Дайын отырыңыздар. Бүгін енді дәптерлерімізді ашып жазамыз. Наурыздың 10-і ғаламтор желісінің мүмкіндіктері деп бүгін жаңа сабақты жазып қойдық. Тақырып жаңа, оқу мақсаттарының бәрін біз қайталаймыз. Мен алдыларыңызға бірнеше оқу мақсат алып келді. Бұл қазір бірінші тапсырмада кішкене шолу жасалып ауызша қайталанып кетеді. Бірақ ғаламтор желісінің мүмкіндіктері де кішкентай ғана сіздерге, оны сіздермен айтпасам да білесіздер, ғаламтордың мүмкіндігі өте көп. Бір ғана сіздерге мысал келтіріп айтып өтейін өмірден. Біз осы бір айда болған жоқ, Рамазанның ғылыми жобамен жұмысқа барған білесіздер, ғылыми жоба болған. Сол кезде біз мына өздеріңіздер қатыстыңыздар, көрініс жарияладық ғаламторға. Сол 14.400 адам көрген. Әлі бір ай болған жоқ. 10 күннің ішінде. Енді бұл бір мынаусында 6523 қаралып жиналды. Бұл деген енді біздің өзіміздің қорғайын деген тақырыбымызды, жаңалығымызды біз осынша адамға тараттық. Барлығы бірнеше адам бізге не жазды? Жақсы өздерінің пікірлерін жазды. Енді қалған бәріміз қазір ғаламтордың мүмкіндігі қандай? Оны біз қазір тапсырмалар арқылы ары қарай қолданамыз. Сіздерге үй тапсырмасын жаңа мен кіріктіріп кетеді дедім ғой. Үй тапсырмасында пост жазу берілген. Пост қалай түсініңдер? Біз оны әлі біз ол тақырыпқа әлі келген жоқпыз балалар. Пост деп айттым, бірақ енді блокпост деп айтады көбінесе. Қалай жазып бердіңдер? Пост дегенде былайынан түсіндім. Бізде өзіміз білетіндей блокпосттар бізде әлеуметтік желілерде жазады да, әлеуметтік желілерде. Және сол кезде ол жерлерде біз өзіміздің ойларымызбен және не айтқымыз келетінін жазамыз. Сол себепті мен ол жерде блокпост дегенде мен әлеуметтік желідегі өзімнің күнделігі деп түсіндім. Керемет, дұрыс айттың. Күнделік деген сіздер білесіздер, бұрында біз бала кезімізде жазғанбыз, ал енді бұл блокпост деген ол әлеуметтік желідегі күнделік болып табылады екен. Оған өздеріңіздің пікірлеріңді, ойларыңды жазып, әсіресе арнайы ашып, Инстаграм ашқандарың бар, бұл да ғаламтордың мүмкіндігі. Тапсырманы бірінші тапсырма былай болады, ауызша болады, бірақ неге топтастырдым? Топта тапсырманы әдемілеп оқып алып, топта талқылап, 4 минут топта талқылап, 1 минут сөйлесілер. Мысалы, қазір Рамазанның тобы сөйлейді. Бұларда пост үйге бәріңізге берілген болатын, мақта постты анықтап, ішінен 2 құрмалас сөйлем анықтайды. Құрмалас болғанда салып қоя, соны өз критериялары бойынша дәлелдейді, жазып отырсын. Біздің пост теледидар ойын сауық қана көзі ғана емес, сонымен бірге ықтималдық зиян көзі. Экранда шамадан тыс пайдалану, отырықшы өмір салтына келу мүмкін. Ми жұмыста психологиялық мәселеге әлеуметтік белсенді көмегіне әсер етеді. Мен сіздерге теледидарды мүлде көрмей деп те айта алмаймын, бірақ көргенде де шектен тыс қолданбау керек. Толығырақ қазақ тілі кітабы 82-83 беттерде оқи аласыз. Яғни біздерде осы менің де қоса кететін болсам, дерек алып, сілтеме көрсетілген себебі өткен сабақта солай деректер алдыңғы мақсаттарда біз сілтеме көрсеттік, және де осы негізгі ақпаратты қолдана отырып алдыңғы материал зияндар жоқ. Яғни бізде осы бірінші сөйлем бұл біздің өміріміздегі гаджеттердің зияны жайлы білмек болып зерттеулер жүргіздім деген бұл бізде сөйлемді алдық. Жасмин өзің қалай көрсетесіз? Бұл сөйлем негізінде мақсат бағыныңқы сабақтар болып келеді. Және де бұл жерде біздің тұлғамыз ол білмек болып саналады. Себебі білім сөзіне негізделген қосымша жалғанған есімше қосымшасы. Және де болып деген сол өзі мақсат бағыныңқы сабақтас істелінген кезде осы шоу жалғанады. Бағалау критериялары, ой, жасау, түсіндіру критериялары бәрі. Қайсы? Сұрақ.
біз иә басымыздан бағыныңқы сөйлемейміз, сұрақ қоямыз. Зерттеулер жүргіздім. Не үшін зерттеулер жүргіздім? Біздің өміріміздегі гаджеттердің зияны жайлы білмек болып өткіздім. Сізді бағыныңыздың баяндаушы деп сөйлесіп берді. Махмет Бахтек есім жеке түрде деген сөзін тіркесіп жазды. Керемет отыра қойды. Енді екінші тапсырма сіздерде мәтінді оқып, терминді интернет арқылы анықтау, иә? Интернет анықтауыңдар ма? Ол орысша сізді дұрыс шығады екен қазақшадан қараған. Айта бер, бұл жерде негізгі мәтін этикет туралы айтып кеткен, және біз бұл жерде анықтаған терминдер ол этикет пен этикет. Яғни олар не екенін айтып түсіндіре кетсем, ол бізде интернеттегі сол этикеттің түрлері болып табылады. Яғни интернет кезінде өзін қалай ұстану керектігінің ережелері. Үшінші тапсырма қандай? Сіздерде тұтас емес мәтін беріледі, екі мәтін салыстырып, ауызша қорғаймыз салыстырып. Бізде негізгі бірінші сызбада Википедияны қолданатын адамдар қолданатын үш негізгі мемлекет туралы көрсетіп кеткен, олар Ресей, Германия, ақш. Негізгі бізде интернет желісі бұл жердегі 2022 жылы Википедия беті 56 миллионнан асты. Және бұны ең басты көретін адамдардың 5 миллиардтан астамы кірген дейді. Сонда бұл жерде бізде интернетті жақсы пайдалану туралы айтып кеткен және көрсеткен. Және екеуі байланысы салыстырып, біздің тапсырмамызды салыстыра кету керек. Негізі байланысы ретінде осы жердегі ең пайдалы осы ақпараттарды алу болып табылады. Біздегі интернеттің пайдасының зияны екінші кестеде тұтас емес мәтінде берілген. Олар пайдалы ақпаратты аламыз. Сізге берілген тапсырма бойынша мәтіннің мақсаты негізгі анықтау. Мәтін мақсаты бізде адамдарға ғаламторда қауіпсіз пайдалануды үйрету керек. Ал негізгі ойы ғаламторда іздеудегі, яғни керек ақпарат іздеудегі оны дұрыс қолдану. Мысалға, жалған ақпарат шықса, сен оны көрмей беріп, арнайы органдарға мынау жалған ақпарат таратты деген пікір жіберу керек. Мақсатын анықтау арқылы негізгі ойды жеткізу деген мақсат. Сіздердегі тапсырма журналдағы деректі дәлел ретінде қолдану, авторына сілтеме жасап, Википедияға сенуге бола ма тақырыбында өз пікірлеріңізді білдіріңіздер. Сенуге болады деп ойлаймын, себебі 21 ғасырда адамдарға кейін керекті және де қиналған кезде іздейтін ақпараттың қазіргі 21 ғасырда ғаламтор желісінің мүмкіндіктері өте көп. Соның ішіндегі Википедия ойла кітабында 58-ші бетте бізге айтылғандай, Википедия әлемдегі адамдар ең жиі кіретін үздік 5 сайттың қатарына кіретіні бекер емес деп айтқан себептен оның ақпараттары нақты әлі шынайы болғандықтан, ол дәлелденген болғандықтан қазіргі 21 ғасырда адамдарға септігін тигізеді деп ойлаймын. жылдан келетін тапсырмалар осылай болады деп өзімізше топшылаймыз. Ендігі бүгінгі негізгі өтетін оқу мақсатымыз қатысып отырған жалпы осы аудиторияны қызықтыру үшін, ынталандыру үшін түрлі жанрда мәтін бастау. Біз әртүрлі стиль бар екендігін білеміз. Жанрдың түрлері неше, блокпост жанрымен таныс болсын деп, әртүрлі жанрларды біз білеміз. Соған қатысты біз жұмыс жасаймыз. Бұл жерде тапсырма беріледі. Тапсырмаларды бірінші топтың тапсырмасы астында дискриптор бар. Дискрипторға міндетті түрде жақсылап қараңыздар балалар. Себебі сіздердің жақсылап дұрыс орындауларыңызға көмектеседі. Балалар дискриптор мен ақылдасыңдар да қалғанда жеке жазасыңдар ма қалғанда? Көркем сөздер қолданады дейді ғой. Адамдар жазады. Мен журнал бойынша сұрай беремін. Кез келген ақпаратты іздеп табуға, сұрақтарыңызға жауап табуға мүмкіндік береді. Оны дұрыс пайдалана білу керек. Толығырақ ақылды балақайлар кітапшасындағы 18-ші бет. Тұжырымдай келе ғаламтор желісіндегі барлық ақпараттарды сұрыптау керек. Себебі пайдалы, пайдасыз ақпараттар өте көп. Мысалға, бала психологиясына әсер тигізуі мүмкін. Сіз бағалап, жолдасыңыз өзіңіз көрсетесіз. Мен бағалайтын болсам, Жамбол тезис жанрына сәйкес жағынан. Сәйкес. Қай жағына сәйкес атап айтсаң? Сілтеме қалдырған, негізі Деректі қайдан алған? кітаптан алған. Қандай оқып көрсетіп жібер?
ақылды ақылды балақайлар дерек алып оның сілтемесін көрсетіп Сілтемесін өзінің көрсеткен және тұжырымға өзінің тұжырымдама жазған ба жазбаған ба жазған. өзің Өзім тосын айтсам. Ғаламтор қазіргі таңда қоғамның айырылмас бөлігі. Ғаламторда күнде неше түрлі сайттар мен ақпарат жазылады. Ақылды балақайлар 18 бетінде жазылғандай, соншама сайттардан арасынан дұрыс және маңызды мәліметтерге қол жеткізу қиындап барады. Яғни ғаламтор қолдану барысында мұқият болып сұрыптап, қауіпті сайттарға кірмеу қажет. Осы тұжырымдама аясында айта кетсем, ғаламтор үлкен ақпарат жинағы. Егер де ғаламторды дұрыс жағынан пайдаланбасақ, адам психологиясына әсер ететін заттарға алуымыз мүмкін. Асылдың бағалайтын болсам, тезисқа келген, мәселе көтерілгенде тұжырымдаған және қысқаша жазылған, менің ойымша өзім оқығаннан кейін барлығы толық қамтылған деп ойлаймын. қай стилде жазылған ғылыми стилде жазылған. ғылыми стилде жазылған тезистен яғни бізде ол тезис ол тұжырымнан тұжырым шығара білу және тезиске біз негізгі ақпараттарды кірістіріп сілтеме беріп кету керек. Таня Бізде поэзия, көркем әдебиетке жатады ол стилі. поэзияда жұмыс жасамаған бірінші Википедияға кіремін, шалқып өмір сүремін, алтын қоры сақталған ақпарат көзін білемін. Керек болса реферат, толтырып парақ береді. Кірген жанды ренжітпей әлемдегі 5 сайт қатарына кіреді. Адалдығын білесің бе, әлде өзіңе сенесің бе? Көп кітап оқымай, бауырым сен де Википедияға кіресің бе? керемет риторикалық сұрақ қойып жіберіпті да еңлік ғаламтордың мүмкіндігіне сенесің бе? Үздік десктопта тұрған веб-сайтқа кіресің бе? Википедия біздің көмекшіміз, ол ақпараттың шындығын білесің бе? Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаевтың арнауымен білім мекемесінің жастардың ғаламтордың дұрыс пайдалануын талап етілсін. Бұл заңның 30 сәуір 2024 жылдан 30 сәуір 2026 жыл аралығында болуын қамтамасыз етіп, оны Ғани Бектайұлы Бейсенбаевқа тапсырамыз. Қазақстан Республикасының білім басқармасы министрлігінің Википедия секілді цифрлы кітапхана қорының санын көбейтуді бұйырады. Бұйрықты орынбасарын қолына алсын. Дамыту туралы конкурстар жүргізілсін. 11.03.24-де жазылғанды. бізде бір жанр қалды иә рамазанның қандай жанр драмалық жанр Қарағым жүр кітапханаға барайық. Қолмен немересіне бұлғады. Не болды ата? Сізге ол жақта не керек? Таңыр қалды дауыспен. Маған Ғабит Мүсіпов жайлы ақпарат керек. Ата, оны үйден ақ көре салайықшы. Атасы да жақында. Онда ол туралы маған толық берші. Міне ата, телефонын қалтасына шығар. Мәссаған, бұрында бұндай зат жоқ еді. Тамсана қарағым. так жоқ қысқа емес сендер екеуің енді рөлге енгендей болдыңдар да бірақ неге ремаркаға ауызша оқыватсыңдар ремарканы не істесе болады не тағы да ремарка дегеніміз не жалпы айша Сол жердегі не іс Диалог кезінде орындалған іс-әрекет. драманың өзінің ерекшелігі ол әрекетке құрылады. Әрекет қай жерде жазылады дейді? Ремаркаға қандай тіспенге қойылады екен? Жақшаның ішінде. Сіздер қазір дұрыс мына жерде мәтін драма жанрында құрылсын деген ремарка болу керектігін көрсетіп айтып отыр. Жақсы. Отыра қойыңыздар. Бұл жерде мен Айша жауап беріп жатыр. Сіздер сонда бұл жерде топтан шықтыңыз иә? Топтан жұмыс жасауға кім жақсы жұмыс жасап жатыр. Ал енді балалар бізде қазір кішкентай уақыт қалды. Сіздердің бақтарыңызға қарай. Міне қазір біз біраз жұмыс жасадық. Бүгінгі сабақ сіздерге не берді? Бүгінгі сабақ сіздерге не берді? Ертеңгі тжб-ға дайындыққа сіздерге бағыт бере алды ма? Бүгінгі сабақта біз көптеген жанрларда жұмыс жасадық. 5 топ және 5 түрлі жанрларды жасадық. Сол арқылы біз қысқа уақыт ішінде тжб-ға тезірек дайындап алдық және де егер де осындай тапсырмалар келетін болса, біз жақсы тжб-ны дайындадық. Бірінші тапсырмада қандай ненің сұрақтары болды деп ойлайсыңдар? Осыған дейін дайындалып жүрген. Неге дайындық болған? Мода деп қойсаңда шешеді. Қандай сұрақтар кетті? Көтереміз. Қандай сұрақтар? Локостың жазу реті бойынша, локостың қалай жазылады деген рет бойынша. Тағы да?
сен